Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен торттың сыртын қаптауға арналған ғажайып ганаш, яғни қолға жабыспайтын ганаш жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 300 грамм шоколад, бөлме температурасындағы сары май, диоксид титана, глюкоза шәрбаты және 33%-дан жоғары клейгей қажет болады. Сары майымыз бен шоколадымыз міндетті түрде сапалы болуы қажет. Ақ шоколадтың орнына молочный шоколад қолдансаңыздар да болады. Ең бірінші шоколадымызды қысқа толқынды пеште 30 секунд аралығында ерітіп аламыз. Әр 30 секунд сайын алып, араластырып тұру қажет. Бірінші 30 секундымыз өтті, жақсылап шоколадты араластырып алдым. Енді қайтадан қысқа толқынды пешке қоямыз. Шоколадымыз толық ерігенше осылай қайталап отырамыз. Шоколадымыз толық еріді, жақсылап араластырып, бұны бір шетке қоя тұрамыз. Ендігі кезекте 100 грамм клейгейімізге 1 ас қасық глюкоза шәрбатын қосамыз. Және 1 шай қасық диоксид титана қосамыз. Барлық массамызды жақсылап бір араластырып, клейгейімізді қысқа толқынды пешке ысытып аламыз. Шамамен 60 секундта ысыды клейгейіміз. Ендігі кезекте осы массамызды погружной блендермен еріту керек болады, себебі құрамындағы диоксид титан тек блендердің көмегімен толық еритін болады. Нәтижесінде массамыз осындай аппақ түске енеді. Енді осы массамызды еріген шоколадымызға құямыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұп-жұмсақ болып тұрған сары майымызды қосып, барлығын біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Бір ескере кететін жағдай, бұл ганашта тек қана жирорастворимый красительмен бояу керек. Құрамында шоколад болғандықтан водорастворимый красительдер келмейді. Осындай теп-тегіс масса болуы қажет. Ендігі кезекте массамызды пищевой пленкамен бетін жауып, міндетті түрде тоңазытқышта ұстайтын боламыз. 40 минут шамасында әр 15 минут сайын массамызды алып, блендермен міндетті түрде жақсылап араластырып, қайтадан тоңазытқышқа қойып, осы процесті 40 минут болғанша қайталап отырамыз. Алғашқы 15 минутымыз өтті, массамызды блендерлап алдым. Енді қайтадан жауып тоңазытқышқа қоямыз. Келесі 15 минутымыз да өтті. Оны да жақсылап блендерлап араластырамыз. Міндетті түрде бетін жауып қайтадан тоңазытқышқа қоямыз. Толық 40 минут өтті, креміміз қоюланды, яғни торттың сыртын қаптауға дайын деген сөз. Дайын кремімізді осындай кондитерлік қапшыққа салып, торттың сыртын айналдыра отырып жағамыз. Скребоктың көмегімен жан-жағын тегістейміз, артық кремдерді жинап, тазалап отырамыз инструментімізді. Крем жағылмай қалған жерлерді міндетті түрде толықтырамыз. Қалған кремімізді тортымыздың бетіне жағып, барлық тортымызды толықтай тегістеп шығамыз. Тортты түзету барысында ганашымыз қатып отырады, яғни жаққан кезде жұмсақ көрінгенмен, жұмыс барысында өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Тортымыз дайын, міндетті түрде жоқ дегенде 2 сағат тоңазытқышқа қоясыздар, одан кейін қалағаныңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Ешқандай қолға жұқпайды, көріп тұрғандарыңыздай. Бұл ганаштың түрін әсіресе жаз айларында, күн ыстықта немесе тортыңызды алыс жаққа жіберетін болсаңыз, қолданғанға өте ыңғайлы. Жасап көріп, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.